Кеше 8, бүгін 243 итбалық. Бұл Қызылөзеннен Ақкетікке дейінгі теңіз жағалауынан табылғаны. Мамандар әлі де көбейеді деп болжап отыр. Олардың жаппай қырылуының себебі анықталған жоқ. Әзірге тек болжам бар. Судың анализін алады, ветеринария алады өзін, сосын айтады өздері қандай екенін. Біздер пока білмейміз. Біздер білеміз, что 243 штук түйренді біздің жігіттер санап, әлі қазір жұмыс істеп жатыр жігіттер, сол теңіздің жағасында жүр бәрі. Мынанда шторм болып жатыр. Мынанда штормда олар бәрі шығады. Островта жатқан болар, былтыр қыста өлген төлендер, солардың бәрі шығып жатыр бермен қарата. Экологтар ауа мен судан сынам алды. Сараптамалық зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бізге белгілісі ауадан зиянды бөлшектер табылмаған. Былай қарай 500 метр, тағы да былай қарай 500 метр. Әр жерден алып, тек қана бір нүктеден емес, қазіргі уақытта шектеулі рауалды концентрацияда алдық ауадан. Одан ешқандай несі асып кету мөлшері көрсетілмеген. Ауа таза. Таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жиналған 243 итбалық өлексесі форттағы полигонда өртелмек. Тек 6-ау ғана сынама үшін алып қалынады. Сараптама нәтижесі жақын арада белгілі болады. Айсар Айтман, Ролан Аметұлы, Айнақпарат.